Пілле жердің ортасындай, егерде дене болса ол қасындай. Тау алтын, тасы күміс, ағашы жел сулар, қойдың сорпасындай. Екі тау, екі жақта бөлегіндей, шыңдары жермен көктің тірегіндей. Бестеуі бес тамақтар, бүйрек бауыр, қатесіз жарал төді жүрегіндей. Үленің басы көнес жылды баққан, сарқырап құйған бұлық әр тараптан. Қасында шақту деген бір тарау, ағымы артығырақ шапқан аттан. Қас деген сол жағында бір сіңлісі баладай асау мініп жаудан қаққан. Жырғалаң көк су текес, оң жағында текіртеп мас адамдай атқа шапқан. Қосылу бәрі келіп бір ілеге аттығын сонда басып тыным тапқан. Адырап торғын болып көптен іше жер жүзін жасыл ала толыс шапқан. Іленің тауы биік, төсі жалпағы жамылған, жасыл көрпе бастап қалпақ. Құшағын жайып тастап, кең шалқарға төсіліп жатыр жайға кеуде шалқақ. Көз жетпес бұл бір кезең, мойны ғашық, ақ мамығы желкесінде кеуде сашық. Жамылған түлкішігін бәйбішедей ішін тақтап жатыр көзі төсін ашып. Жасыл кілем тауда сенде, кәсіпшіл шаруашылар сауда сенде. Қимайтын бірін-бірі доста сенде, аңғыстан бірін-бірі ауда сенде. Қимайтын бірін-бірі доста сенде, аңғыстан бірін-бірі ауда. Таңжарық туралы өзіңнің де хабарың бар шығар. Ол кісі осы ленің күнесінде 1903 жылы дүниеге келіп, 1947 жылы бақилық болған. Тумысынан талантты, өршіл ақын, қан көйлі 3-ші саймен комендант кертартпашыларына қарсы ерлікпен күрес жүргізген. Таңжарық атақ даңқы еліміздің іші сыртына мағылып, еліміз қазақ әдебиетінің негізін салушылардың бірі болып саналатын кезек тұлға. Ақынның қазірге дейін таңдамалы шығармаларының 2 томдығы және бір қанша жинақтар шықты. Ақын өмірі туралы Таңжарық деген атпен көлемді көркем телефильм жасады. Аңғыстан бірін-бірі жауда сенде. Мынау пәни жалғанда, өрнекті өлең тыңдамай, ел